Кішкентай мейрамхананың іші у-шу болып жатқан. Әдемінің ұзатуына жиналған адамдар күліп, тілек айтып, жастарды ортаға шығарып жатты. Әдемі ақ көйлекпен бақыттан балбыл жайнап отыр. Ал оның анасы Жанна болса, бүгінгі кеште қызынан да ерекшеленіп кетуді ішінен қалап отырғандай еді. 45 жаста болса да, Жанна өзін әлі жас келіншек сияқты ұстайтын. Үстіне белі қыпсыта қара көйлек киіп алған, ығы ашық, шашы ығына төгіліп тұр. Қызыл ерін далабы алыстан көз тартады. Тіпті тойға келген еркектердің көбі жас келіннен бұрын Жаннаға қайта-қайта қарап кетіп жатқанын өзі де байқап отырды. Жанна дәл осыны ұнататын. Әсіресе Даниярдың көзі өзіне ұзақ тоқтаған сайын іші жылып кететін. Ал Данияр болса, бастапқыда оны жай ғана әдемі ене ретінде көрген. Бірақ Жаннаның қылығы күн өткен сайын оның ойын бұза бастады. Той кезінде Жанна қасынан шықпай жүрді. Данияр, шаршаған жоқсың ба? Мына галстук саған жарасып тұр екен. Менің ұлым болса, дәл сендей болғанын қалар едім. Осындай сөздерді күліп айтып, қолына қолын тигізіп кетеді. Әдемі бастапқыда оған мән бермеді. Тіпті, мама, сен Даниярмен жақсы араласып кеткенің қандай жақсы, деп қуанып жүрді. Ал Жанна болса, қызының аңқаулығына іштей күлетін. Тойдан кейін кешке бәрі дастархан басында отырғанда, Жанна әңгімені өзі бастады. Сендер бөлек квартира іздеп әуре болмаңдар. Үй үлкен, мен жалғыз өзім не істеймін? Осында тұрыңдар. Әдемі бірден қуанып кетті. Рас айтасың ба, мама? Әрине, жастардың жанында көңілді болады. Ал Данияр үндемей отырды. Бірақ ішінде бір түрлі сезім пайда болды. Өйткені Жанна осы сөзді айтқанда оған ерекше көзқараспен қарап тұрған. Содан кейін олар бір үйде тұра бастады. Алғашқы күндері бәрі қалыпты сияқты еді. Бірақ уақыт өте келе Жаннаның қылығы өзгере бастады. Таңертең үй ішінде қысқа халатпен жүретін болды. Кейде ығы ашық майка киіп алады. Ас үйде тамақ жасап жүріп, күліп сөйлеседі. Данияр жұмыстан келсе, Жанна бірінші болып қарсы алады. Келдің бе? Шаршаған шығарсың. Қазір ыстық тамақ беремін. Әдемі әлі жұмыста. Сосын өзі дастархан жасап, шай құйып береді. Ал әдемі болса, жұмыстан шаршап кеш келеді. Кейде үйге кірсе, анасы мен күйеуі ас үйде күліп отырып, шай ішіп отырады. Сендер не айтып отырсыңдар? Дейді мәз болып. Жай әңгіме ғой, дейді Жанна тез жауап беріп. Бірақ уақыт өте келе, әдемінің ішінде бір түрлі қызғаныш пайда бола бастады. Өйткені Данияр анасының жанында басқаша күлетін. Бір күні кешке Жанна әдейі әдемленіп алды. Үйде отырса да шашын биралап қойған. Үстіне тар көйлек киіп алған. Данияр жұмыстан кіргенде Жанна диванда аяғын айқастырып отыр екен. Ой, келдің бе? Мен сені күтіп отырмын. Данияр еріксіз әйелге қарап қалды. Жанна соны байқап, ернін баяу тістеп күлді. Не болды? Маған қарамай қалдың ғой. Сол сәтте Данияр алғаш рет өзін ыңғайсыз сезінді. Бірақ сонымен бірге көзі Жаннадан кете алмай қалды. Жанна күн өткен сайын шектен шыға бастады. Кейде Даниярдың жейдесін өзі үтіктеп береді. Кейде әдемі саған дұрыс қарамай жүр ғой, деп араларына сөз тастайды. Бір күні тіпті әдемінің көзінше еркекке әйел күтім керек. Кей қыздар соны түсінбейді, деп Даниярға қарап айтты. Әдемі ренжіп қалды. Мама, мені жаман әйел деп айтқың келіп тұр ма? Жанна бірден күліп, ой, жай айтып отырмын ғой, деп құтылып кетті. Бірақ сол күннен бастап әдемі анасының қасында өзін ыңғайсыз сезіне бастады. Ал Данияр болса, бірте-бірте Жаннаға үйреніп бара жатты. Үйге кірсе оны әдемі иіс суымен күтіп алады. Тамағы дайын, күліп сөйлеседі. Кейде әдемі ұрысып қалса, Жанна бірден Даниярды жақтап шығады. Еркекті көп қысса бермеу керек. Осындай сөздер Даниярдың санасына әсер ете бастады. Бір күні кешке әдемі құрбыларымен туған күнге кеткен. Үйде Жанна мен Данияр ғана қалды. Жанна дастархан жайып қойыпты.
Кел, бірге тамақ ішейік. Үстінде тағы да ашық қалады. Шашы жайылып тұр. Данияр қарсына отырып, үнсіз әйелге қарап қалды. Жанна баяу жымиып, не болды? Бұрын әйел көрмегендей қарайсың ғой, деді. Сол сәтте олардың арасындағы шекара баяу бұзыла бастаған еді. Сол кештен кейін Даниярдың ойы мүлде өзгеріп кетті. Бұрын үйге келгенде әдемін іздейтін, енді есікті ашқан сәтте ең алдымен Жаннаны көзбен іздейтін болды. Өйткені Жанна оны күн сайын өзіне байлап бара жатқан. Бір күні таңертең әдемі ерте жұмысқа кетіп қалды. Ал Жанна ас үйде жалғыз кофе ішіп отыр екен. Үстінде жібек халат, шашы иығына төгіліп тұр. Данияр ас үйге кіргенде Жанна оған қарап баяу жымиды. Ұйқың қанды ма? Иә. Кел, кофе іш. Сен шаршап жүрсің соң кезде. Данияр үнсіз қарсына отырды. Жанна оның көзіне тік қарап сөйлейтін. Сол көзқарас жігіттің ойын бұза беретін. Әдемі сені түсінбейді кейде, деді Жанна жай ғана. Неге олай дейсіз? Әйел еркекті сезіну керек, еркекті күту керек, ал ол әлі бала сияқты. Данияр үндемеді, бірақ ішінде Жаннаның сөзімен келісіп отырғанын сезді. Сол күннен кейін Жанна әдейі Даниярдың қасынан шықпайтын болды. Кешке теледидар көрсе, Жанна келіп отырады. Кейде қон иығына қойып сөйлейді, кейде күліп жатып, аяғына аяғын тигізіп алады. Ал әдемі ештеңе байқамайды. Керісінше, мама, Данияр сені қатты сыйлайды деп мәз болып жүреді. Жанна ішінен күлетін, өйткені ол өз қызының күйеуін баяу өзіне қаратып жатқанын жақсы білетін. Бір күні кешке әдемі құрбыларымен киноға кеткен. Үйде тағы екеуі ғана қалды. Жанна әдейі дастархан жасап қойған. Шамды күңгірт жағып қойыпты. Үстінде жұқа қара көйлек. Данияр үйге кіргенде әйел оған ұзақ қарап қалды. Бүгін үй тым тыныш екен. Иә, әдемісіз де тыныш болады екен. Осы сөзден кейін екеуі де үнсіз қалды. Жанна орнынан тұрып, Даниярдың жанына жақындады. Сен маған соңғы кезде басқаша қарайтын болып жүрсің. Данияр әйелдің иіссуын анық сезіп тұр. Жүрегі қатты соғып кетті. Білмеймін. Жанна оның галстугын түсеген болып, кеудесіне қолын тигізіп өтті. Білесің. Сол сәтте Данияр өзін тоқтата алмай қалды. Қолынан ұстап алды. Екеуінің арасы тым жақын еді. Бірақ дәл сол кезде сыртқы есік ашылды. Әдемі ерте қайтып келген. Мен келдім. Екеуі бірден алыстап кетті. Жанна болса, ештеңе болмағандай дастарханға қарай бұрылды. Қызым, кел. Данияр екеуміз сені күтіп отырмыз. Ал Даниярдың жүрегі әлі тынышталар емес. Сол күннен кейін әдемі күйеуінің өзгергенін анық сезе бастады. Данияр бұрынғыдай емес. Кейде ойға батып кетеді. Кейде әйеліне емес, енесіне қарап отырып қалады. Бір күні тіпті әдемі күйеуін құшақтағысы келгенде, ол суық жауап берді. Шаршап тұрмын. Ал дәл сол түні Жанна ас үйде Даниярмен күліп шай ішіп отырды. Әдемі бөлмеден шығып келіп, екеуіне қарап қалды. Іші бір түрлі болып кетті. Өйткені анасы Даниярға бұрын соңды өз әкесіне де бұлай қарамаған. Келесі күні Жанна тағы да әдейі ашық киініп алды. Данияр жұмыстан келгенде әйеледен жуып жүр екен, тар киім үстіне жабысып қалған. Данияр көзін басқа жаққа бұра алмай қалды. Жанна соны байқап, баяу жымиып, не болды? Ұялып тұрсың ба, деді. Сосын әдейі оның жанына жақын өтіп кетті. Даниярдың басы айналып кеткендей болды. Ал әдемі болса, күн сайын жылай бастады. Неге екенін өзі де түсінбейді. Бірақ анасы мен күйеуінің арасында бір нәрсе барын жүрегі сезетін. Бір күні ол анасынан, мама, сен Даниярмен тым жақынсың сияқты, деді жай ғана. Жанна бірден ашуланып кетті. Есің дұрыс па? Мен сенің анаңмын. Әдемі қорқып кетті. Мен жай айттым.
өз күйеуіңді қызғансаң, дұрыс қара. Осы сөз әдемінің жүрегіне қатты тиді. Ал Жанна болса, алғаш рет өз қызын әйел ретінде қарсылас көре бастаған еді. Сол күннен кейін үйдің ішіндегі ауа мүлде өзгеріп кетті. Бұрын бұл үйден күлкі естілетін, әдемі кешке дейін сөйлеп, болашақтарын армандап жүретін, ал енді дастархан басында ауыр үнсіздік орнады. Әдемі күн сайын өзін артық адам сияқты сезіне бастады. Өйткені Данияр бұрынғыдай оған қарамайтын болды. Ал Жанна болса керісінше, күн өткен сайын жасарып кеткендей жүретін. Таңертең ерте тұрып шашын сәндейді. Үйде жүрсе де иіссу сеуіп алады. Кейде тіпті әдемінің көзінше, әйел адам өзін күту керек, әйтпесе еркек тез жалығады деп қоятын. Бұл сөздер әдемінің жүрегіне қадалып қалатын. Бір күні кешке әдемі ас үйге кіріп келіп қатып қалды. Жанна Даниярдың көйлегінің түймесін салып тұр екен. Екеуі тым жақын тұрған, Даниярды алыстамаған. Әдемі ішінен бір нәрсе үзіліп кеткендей сезінді. Мен өзім сала саламын ғой, деді ақырын. Жанна артына бұрылып күліп жіберді. Ой, сен жұмыстан шаршап келдің ғой, еркекке күтім керек. Сосын Даниярға қарап, дұрыс па? Данияр үндемей қалды. Бірақ оның көзі тағы да Жаннада еді. Әдемі сол сәтте өзін бөтен адамдай сезінді.